Аңшының әңгімесі. Уақиға мынадай, диюлардың патшасы. Бұл аңшы иттердің екеуі де менің бірге туған ағаларым, деді қабағы шытылып, жай қалпы өзгеріліп, жетектеген иттердің бетіне қарап жолаушы. Біз бір әкеден туған 3 ағайынды жігіт едік. Әкеміз бір қаладағы атақты сәудегер еді. Біздер ер жетіп, оң солымызды таныған кезде әкем марқұм дүниеден қайтыс болды. Әкемізден 3000 алтын бізге мирас қалды. Үшеуміз теңдей бөліп, еншімізге тигенін алдық. Енш алған соң қарап отыра алмадым. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны аласың деген емес пе? Сауда қылудың әрекетінде болдық. 2 ағам тиген 2000 алтынды жұмсап, көп дүние алып, бір сапарға шықты. Мен сапарға шығуды қойып, бір дүкен аштым да, қалада отырып, ұсақ түйектен бастап сауда істей бердім. Бірнеше күндер өткенде, сапаршы ағаларым қайта келді. Қолында көк тиын қаржы қалмаған. Шаш етектен зиянға ұшыраса керек. Имам мағзұмжар болып, менің саудам судай тасып келе жатыр еді. Бірге алған затымды 5-ке сатушы едім. Қолым жүріп тұрған кезде ағаларымды қайыршы атандырып қоя алмадым. Бір дүкен орнатып, 1000 алтындық зат салып беріп, саудаға отырғыздым бұл екеуін. Бұлар бірнеше күн сауда қылды. Таңдайы күйген татып жер деп, қолындағы дүниесін құрта қоймады. Бірақ күрделі істеген пайдасы да шамалы болды. Күндердің күнінде ағаларым маған келіп, ұзақ қалаларға сапарға шығайық, інім. Әкеміз марқұм көп дүниеге, күрделі пайдаға сапарға шыққанда ие болып қайтатын еді ғой. Жүрген аяққа жөрге мілінеді. Ағайынды үшеуміз жүріп, Үнді, Рим, Паран, Шам, Иран, Тұран, Түркістанға шейін баралық, деді. Мен жолаушы жүруді қаламадым. Ағаларыма, алыстан арбалағанша жақыннан дорбала деп қалада отырбақ аз пайда істеп отырғаным жоқ. Сіздер де тіл алсаңыздар, ұзақ сапарды қойып, саудаңызды осында отырып, ұқыптап істей беріңіздер. Әкеміз марқұм, ағаш бір жерде тұрып көгерет деп көп айтушы еді, дедім. Ағаларым бұл ақылымды қабыл етіп, 6 жыл қалада сауда істедік. Сауда деген шөп жемейтін сауын сиыр емес пе? Жиналып қалған дүниең болса, елдің тапшылық күндері келгенде қандай тамаш өтеді. Сондай жылдар 2-3 рет кездессе себеп болады. Мен 6 жылдан кейін кірісімді есептесем, тек қана алтыным 6000-ға жеткен екен. Басқа сауда мүліктерім қанша. Маған мынадай ой түсті. 3000 алтынымды жерге көміп, 3000-мен ағаларымды ертіп сапарға шығайын дедім. 2 ағамды шақырып алып, сапарға шығатынымды айттым. Бұлар өте қуанышпен қабыл алды. Көп сауда дүниесін алып, кемеге отырып жүріп кеттік. 1 ай теңіз бетінде жүзіп отырып, бір шаһарға барып, барлық сататын заттарымызды саттық. Есебін санап, жеткісіз қыруар пайданың астында қалдым. Ол қаладан тағы бірнеше дүние алып, 2-ші қалаға кемемен жүрмек болдық. Уа шіркін, дүниеге кісінің көзі тояма. Кемеге мінгелі жатқанда, теңіз жиегінен бір қызға ұшыраса кеттім. Қыз болғанда несін айтасың? Гүлдей жайнап, күндей нұрланып тұрған бір зат. Көрген сағатта жүрегіме махаббаты шоқтай басылды. Шыдамым да кетті. Қызға бірден барып жабыспасам да, жан жағын сипай өтіп, айналақтап, алдын орай бердім. Байқаймын, қыздың да кетәрі дейтін құлқы жоқ. Қыздың үстіндегі киімі тозыңқы, алыс жолдан азап шегіп келе жатқандай сияғы бар екен. Сәудегердің орайлы ісі осындай кісілерден көп ыңғайласады. Менің айналақтап шыға алмай тұрғанымды қыз сезді де, сіз маған бір жәрдем етуге уақытыңыз болар ма екен, мырза, деді. Отқа түсе алмай тұрған көбелектей, менде не тоқтау болсын. Малы жаным сіздей кісінің жолына сарп болса, менің арманым болмас ет, дедім. Болғаны солақ екен, қыз жұлып алғандай, олай болса, мені некелеп әйелдікке қабыл етіңіз, өзіңізбен бірге еліңізге алып кетіңіз, деді. Құдай-ау, менің айталмай тығылып тұрғанымның өзі сол емес пе? Мен қызды ертіп келіп, үлде мен бүлдеге орап киіндірдім. Кеменің оңашалау бір шетінен орын алып, сол қыздың ләззәтті ойын күлкісімен таңның атқанын, күннің батқанын білмей, кеме ішінде жүре бердім. Бұл қызығыма сүйінгенім сондай, жай жүрген кеменің жүрісі де ішімді пыстырмады. Тіпті әйелсіз өткізген өміріме өкіндім. Бірақ маған соншалық қызық болса да,
Менің қуанышым екі ағама реніш болыпты. Оларға бұл қызығым шоқтай болып басылса керек. Менің жолдан тауып алған қатыныма да, қыруар көп дүниеме де қызығып, іштері күйіпті. Ретін тапса, мені құртып, қатын мен малды өздері алмақ болыпты. Мен оны сезгенім жоқ. Қараңғы түннің бірі еді. Мен сұлу қыздың жылы қойнында денем балқыған ұйқыда едім. Екеумізді көрпеге ораған бойымен суға атыпты да жіберіпті. Бұл ағаларым. Суға барқырап тұмсығым көмілген кезде біреудің көтеріп алып ұшқанын сездім. Ұзамай бір жазық сахараға әкеп бетімді ашты. Қарасам көтеріп ұшқан қасымдағы қатыным екен. Ол тілге келмеді, қайтадан құстай ұшып, ғайып болып кетті. Көп уақыт өтпей-ақ қайтадан жаныма келді. Маған мұнан айтты. Мен сен ұстаған дінге кірген перінің патшасының қызы едім. Дүниені тамаша етіп ұшып жүргенімде сені көрдім. Көрісімен сенің ғашық отың жүрегіме жабысқан болатын. Теңіз жағасында саған адам суретінде болып кездестім. Сенің махаббатыңның қаншалық екенін сынағалы жоқ кісінің кейпінде болған едім. Оның себебі ер әйелді сүйгенде түрлі жағдайда сүйет. Бірі жүрегін беріп шын сүйет. Өмірі өзі өлгенше тәтті тұрмысты болады. Екіншісі, жетерлікті дүниесі болса, жарқыраған киімі, жайнаған үйі болса, соған қызығып қосылады. Ол дүниелері тозған күні оның сүйіспеншілігі де тоза бастайды. Үшіншісі, еркек далада көп жүріп, әйелді өте сағынады. Көзі қарауытып басы айналады. Ондай кезде көзіне көрінген әйелдің бәрін сүйет. Қандай да болса, сені сүйдімнен басқа сөз аузына түспейді. Алдағы уақытының ұзын қысқасына қарамай қосыла кетеді. Оның ақыры кейде баянды, кейде баянсыз болып шығады. Төртіншісі, кездескен жерде сүю. Кездесіп болған соң сүймей қалу. Мен осының қайсысы болар екен деп сені сынадым. Сен шын сүйетін кісі болып шықтың. Енді мен саған өмірлік жолдас болам. Енді саған қастық ойлаған екі ағаңды өлтірмей қоймаймын. Қазір өлтірем, деді. Мені бұл сөзі өте таңырқатты, өте қайғыртты. Қызға өтініш ете бастадым. Қанша қастық етсе де, менімен бірге туды деген аты бар еді. Қанды қалпақ кисе де, қиыспайды туысқан деген. Бұларды өлтіре көрмеңіз, дедім. Ол біраз ойланып тұрды да, мені көтеріп ұшып, үйіме алып келді. Үйімде байлаулы тұрған екі аңшы итті көрдім. Мені көргенде қыңсылап, аяғыма оралып, көздері жәутеңдеп, жастарын төкті. Мен не екенін білмей қайран қалдым. Қыз маған мұнан айтты. Сен бұған таңырқанып, ақылыңды тауыспа. Бұл байлаулы тұрған иттер сенің екі ағаң. Сені судан шығарып алып, қайтадан бұларға барған едім. Перілерден шақыртқан қасымдағы көп әскеріме бұйырып, дүниелерің мен екі ағаңды алып келтіргем. Екі ағаңа иттен жаман істеген істері үшін дуа оқып, 10 жылға ит қылып қойдым. Дуаны қайтып алуға болмайтын тұжырымды ет. Қалайда 10 жылсыз бұл екеуі адам болып қалпына келмейді, деді. Жағдайға әбден көзім жеткен соң, 10 жылға шейін мен де отырмаймын деп ант іштім. Екеуіне дүниенің жақсы жаманын көрсете беру үшін жетектеп қыдырумен келем. Сапарым осы сахараға түсіп, мына сәудегердің өлімінің үстінен шығып отырмын. Егер бұл әңгіме көңіліңізге ұнаса, 3/1 қанын мағанда кешерсіз. Адам жазалының бәрін өлтіре бермейді, кешірім көп болады. Жазалы кісілер өне бойы жамандық істемейді, түзеліп жақсы болады, деп аңшы ит жетелеген кісі сөзін бітірді. Дию да әңгімені ұнатып, уәде бойынша 3/1 қанын кешті. Сәудегердің басында тұрған өлімінің 3/2-сін Дию қызық әңгімеге айыр бастады. Аллай, енді бір сұраушы болса, өмірдің сәулесі елестеуге айналдау. Қашыр мінгенде де бір нәрсе болғайда, деп өлім күткен сәудегер тілеу тіледі. Сөйтіп төгілетін қанның 3/1 қалды, деді Шахаризада. Таң атып, сөз айту да тоқталды. Әңгіме бүгінде аяқталмаған соң, патша Шахаризаданың өлімін де ертеңге қалдырды.